Сәлеметсіздер ме? Бүгін детоксқа қажетті анализдер тізімі сабағы, яғни 3 фазада қандай анализдер қажет. Бізге қажетті анализдер ГТ глутатионның шығуына жауап береді. Одан кейін бұның жоғарылауы 42 бірліктен жоғарылайтын болса, сізде бауыр мен өттің жұмысының бұзылысы. Оның төмендеуі, егер 6-дан төмендеп кетсе, онда бауырдың да функциясының төмендеуі болып табылады. В9 витамині бұл бізге бірінші, екінші фаза үшін өте қажет. Оптимум 15 нанограмм на миллилитр болу керек. Одан кейін В12 витамині бұл да бірінші, екінші фаза үшін қажет. Бұның оптимумы 600-800 болу қажет. Гомоцистеин 7-ден жоғары болса, онда бізде В9-12 витаминінің дефицитін көрсетеді. АЛТ бұл бауырдың сау клеткаларының энергетикалық байланысын көрсетеді. Фермент бұл АСТ да сол бауырдың клеткаларының энергиялық байланысын көрсететін фермент. Енді бауырдың жұмысын анализ арқылы бұзылғанын қалай білеміз, бауырда ферменттер бар, жаңағы АЛТ, АСТ ферменттері бар. АЛТ бауырда көп және оның бұлшық еттерінде өте көп кездессе, АСТ жүрек бұлшық еттерінде көп кездеседі бауырға қарағанда. Сондықтан АЛТ мен АСТ-ға қарап, бауыр мен жүректің жұмысын көруге болады. АСТ жоғарылайтын болса, онда бізде жүрек пен бауыр жұмысының бұзылысы болып жатыр деген сөз. Оптимум бізде 30 бірлік на литр болады. Төмендеуі белоктың дефициті және В6 витаминінің жетіспеушілігінен болады. АЛТ жоғарыласа, бауырдың зақымдануы болады, ал төмендесе В6 витаминінің дефициті және де бұлшық ет массасының төмендеуі болып табылады. Бұның оптимумы 20 бірлік на литр болады. Одан кейін бүйрек жұмысының төмендеуі не арналған анализ. Бұл жерде креатинин болады. Креатинин жоғарылауы, бүйрек жұмысының функциясының жоғарылауы, яғни бүйрек жеткіліксіздігі кезде жоғарылап кетеді. Одан кейін мочевинаның жоғарылауы бұл кезде бүйрек функциясының төмендегенін білдіреді. Бұл жоғарыласа 6-7 миллимолитр болады, ал 2-6 миллимолитрден төмендесе, демек төмендеген, бұл да бүйрек жұмысының төмендеуінің белгісі. Бұл бізге детокс жүйелерінің жұмысын білу үшін өте қажетті анализ болып табылады. Бауырдың, бүйректің фильтрленуін осы мочевина арқылы көруге болады. Одан кейін общий анализ мочи, яғни жалпы зәр талдауы. Бұл жерде белок, негізгі нормада белок болмау керек. Ең аз дегенде 0,033 грамм на литр болу керек. Оның өзінде ол жүкті әйелдерде норма болады. Одан кейін белок егерде мочада болатын болса, бүйректе нефрондардың бұзылысы, яғни фильтрацияның бұзылысы болады, яғни сүзілуі дұрыс жүрмейді деген сөз. Одан кейін эритроциттер 0 мен 0,01, яғни следы болуы мүмкін, немесе мүлдем болмау керек. Бұл жерде эритроциттер егерде болатын болса, бізде бүйректің қабынуы болады, демек бүйректен қан шығып жатыр деген сөз. Бұл жерде эритроциттер измененный, неизмененный болып бөлінеді. Измененный болса, онда ол бүйрек арқылы шығып жатыр деген сөз. Ал неизмененный болса, бұл жерде ол зәр шығару жолдарынан шығып жатыр деген сөз. Яғни мочевой пузырьдың воспалениесі болуы мүмкін. Лейкоциттер негізі 3-5 бірлікте болады. 3-5 полизринный деп атайды, яғни микроскоппен көргенде полизриннийде 5-6 лейкоцит болса, онда ол нормально. Ал одан жоғары болса, зәр шығару жүйесінің бұзылысынан болады, яғни бактерия көбейіп кетті деген сөз. Қышқылдық 6-да 5-тен төмен аз болмау керек. Егерде 5-5-тен төмен болса, онда уратты тастардың болуы, 5-5-тен 6-ның арасы болса, оксалатты тастардың болуынан, 7 болатын болса, фосфатты тастар болады, ал 6,5 немесе 7-ге дейін болса, бұл онда норма деген сөз. Тығыздығы негізі нормада 1012 мен 1015-тің арасында болуы керек. 1012-ден төмен болса, онда сұйықтықтың жоғарылауы, яғни ағзадан сұйықтық шықпай жатыр деген сөз. Мочегонды препараттар қолданғаннан болады, немесе қантсыз диабеттен болуы мүмкін. Одан кейін 1025-тен жоғары болса, бұл жерде су жеткіліксіз болып жатыр деген сөз. Бүйректің жеткіліксіздігі, қант диабеті, мочада белоктың болуынан болуы мүмкін. Глюкоза негізі қанда болмау керек, ал ол уже қант диабеті деген сөз. Бүгін осы детоксқа қатысты анализдер сабағы осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.